Баршаңызға сәлем, каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен бүгін ауызда еритін, тез және оңай дайындалатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл печеньенің ерекшелігі күнжутпенен жасайтын боламыз. Сонымен қатар ішіне қосылатын заттардың барлығы үйіңізде қолжетімді заттар болып табылады. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен жұмысымызды күнжутты қуырып алудан бастаймыз. Қатты қызартып, күйдіріп жібермей 2-3 минуттай сары қоңырлау түске келгенге дейін қуыратын боламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Шұңғылдау ыдысқа ұн, қопсытқыш, кукуруз крахмалы және қант ұнтағын салып, барлығын араластырып аламыз. Бөлек ыдысымызға бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, үстіне сұйық майды құйып, бірге жақсылап араластырамыз. Үстінен күнжутымызды салып, тағы бір араластырып жібереміз. Артынан дайындап қойған құрғақ ингредиенттерімізді салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды таразыға өлшеп 20 граммнан бөліп алып, пергамент төселген листімізге видеодағыдай етіп орналастыратын боламыз. Домалақтардың үстін пышақтың көмегімен осылай әсемдеп шығуға болады. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 170 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Печеньеларымыз дайын, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай және тез дайындалады. Рецепттің толық нұсқасын описание бөлімінде жазып қалдырдым. Сіздерге ұнаған болса лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара.